Армысыздар, құрметті көрермен. Арнамызға қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірді өзгертудің алтын 5 қағидасы. Бірінші, жақсы ойла. Жақсы ой, жақсы сөз ойласаңыз, әлем сізге соны сыйлайды. Кім негатив ойлайды, сол болады. Екінші, жасырма. Ішіңде ештеңе қалып қоймасын. Айтқан келген сөзді, уәдені уақытылы айт. Кейін өкініп жүрмес үшін ештеңе жасырып қиналма. Үшінші, уақытылы істе. Кейінге қалған іс, кейін айтылған сөзбен өзіңізді кейінге ысырудасыз. Уақытылы істелмеген соң энергияңызды алып, жабылмаған гештальтты қалыптастырады. Төртінші, қарым-қатынас жасаудан қашпа. Ақша да, көңіл күй де, саяхат та бақытты адамдар арқылы келеді. Жалғыз қалып, бақытты болған адамды көрген жоқпыз. Бақыттың кілті, көп табыстың кілті адамдармен дұрыс қарым-қатынас құра білуде. Бесінші, өзіңмен жұмыс істе. Ешқашан өзіңді төмен санама. Әрдайым өзіңді дамыт, білімге құштар бол, әлемге ғашық бол. Өзіңмен жүйелі түрде жұмыс жасасаң, қалаған армандарыңа оңай жетесің.